Zombie apocalypse. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен Маклер. Каналда ұзақ уақыт бойы видео болған жоқ, себебі менде кивиден идентификациядан өту керек болды, және мен одан қалай өту керек екенін білмедім. Осы жақын арада идентификациядан өттім, және ол туралы сіздермен қазір бөлісетін боламын. Жалпы қазір менде идентификация менің рублевый счетымда, яғни теңге арқылы емес, тек рубль, доллар солар арқылы ғана аудандарға болады. Мынау минимальный, мынау основной. Осыған шығу керек. Ал сіздерде осы минимальный болып тұрса, онда сондай басқа бір ақша табатын приложениялардан ақша шығару қиынға соғады. Идентификациядан өту үшін жалпы Россиядан жақындарыңыз немесе таныстарыңыз болу керек, және олардың данные арқылы идентификациядан өтсеңіздер болады. Яғни ондай адамдар жоқ болса, жалпы мен астымда телеграмды қалдырам. Сол жерде телеграм арқылы маған шықсаңыз болады. Телеграм каналда қазір көрсетейін. Маклер деген телеграм осы жақында ашылды. Және осы жерде чатқа кіресіздер. И чаттан идентификация жасау керек десеңіздер, өзім жазатын боламын. Және сізге сол жақтағы адамның данныйын беремін, немесе маған кивиден доступ берсеңіз, егер доступ бергіңіз келмесе, мен сізге данныйын беремін, және сол арқылы идентификациядан өтсеңіздер болады. Идентификациядан өткілеріңіз келсе, сол телеграмға кіріп жазсаңыздар болады. Өзім өткізіп беретін боламын. Мен көптеген комментарийлерді осылай көрдім, жалпы кивиден идентификация туралы іздегенде. Көбісі идентификациядан өтіп беремін деп арзан бағада ақшаларды ұсынады. Және олар негізінде сенімді адам болмаса, олар негізінде өтірік. Яғни сіздің ақшаңызды алып, яғни лақтырып кетеді, немесе кивиңізге доступ алады. Сол себепті сенімді адамдардан алсаңыздар болады. Мен өзімде сондай адамдарға алданып қалдым. Жалпы ақшасын төлейсің, одан кейін бірден заблокировать етіп тастайды, немесе солай жауап бермей қояды. Сондайлардан сақ болыңыздар, және сенімді адамдардан идентификацияны сенімді адамдардан алыңыздар жалпы.